Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Айгерім. Бүгін сіздермен қазіргі уақытта хит болып жатқан гүл самса жасайтын боламыз. Оның жасалу жолы өте оңай, әрі жұмсақ, ашытылған қамырдан жасалады. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы таза суымызды ыдысқа құйып аламыз, және 100 грамм сары майымызды саламыз. Су міндетті түрде жылы болу керек, ыстық болуға болмайды, себебі дрожжымыз күйіп қалуы мүмкін. 1 шай қасық тұзымызды саламыз, жарты шай қасық ашытқаны, яғни дрожжы салып аламыз. Жақсылап араластырамыз. 1 дана жұмыртқамызды саламыз. Және 50 грамм майонез немесе қаймақ саламыз. Мен майонез салдым. Енді 550-600 грамм ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, електен өткізіп қосатын боламыз. Енді екінші бөлігін саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Бізде орташа қаттылықтағы қамыр болу керек. Енді үшінші бөлігін саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді қалған бөліктегі ұнымызды салып, қолымызбен қолға жабыспайтын қамыр жасап шығамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны 15-20 минут тұндырып қоямыз. Біз ол уақытта самсамыздың салмасын, яғни начинкасын жасаймыз. Ұсақ кубиктармен туралған тауық еті, тауықтың мен төс етін алдым, және 300 грамм асқабақ, оны да ұсақ кубиктармен турап алдық. 200 грамм пиязымызды да ұсақтап турап алдық. Енді бізде дәмдеуіштерден 1 шай қасық тәтті бұрыш, паприка, жарты шай қасық бұрыш, қара бұрыш, және 1 ас қасық немесе 2 шай қасық тұз саламыз, дәміне қарай. Енді ас көк және ақ желкен, петрушка. Өз қалауларыңыз салсаңыздар да болады, және салмауға да болады. 10 мл сұйық май құйып, салмамызды жақсылап араластырып аламыз. Қолдың көмегімен жақсылап араластырып аламыз, себебі тұзы, бүкіл дәмдеуіштер бір-біріне сіңіп дәмді болу керек. Енді қамырымызды 50 граммнан өлшеп салып аламыз. Менде осы қамырдан 20 штук самса қамыры шықты. Және оны дөңгелек шар тәріздес етіп дөңгелетіп аламыз.
қамыр өте керемет, қолға жабыспайтын сондай жұмсақ қамыр болып шығады. Енді қамырымызды бір-бірден алып, жұқалап жайып шығамыз. Бізде ең бастысы қамырымыздың шеті жұқа, ортасы қалыңдау болу керек. Бізде қамырымыз дайын болды. Енді 2 ас қасық фаршымызды салып, видеода көрсетілгендей біріп, ортасын ашық қылып, гүл тәріздес етіп шығамыз. Бізде самсамыз дайын болды. Енді барлығын осылай жасап шығамыз. Міне осылайша барлық қамырларымызды гүл тәріздес етіп жасап шығатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай бір-біріне біріктіреміз. Өте оңай. Ең бастысы ортасы дөңгелек ашық болады. Міне өздеріңіздің қалаған пішіндеріңізге салсаңыздар да болады. Негізі қамыры өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ең бастысы бір жасағаннан шығатын самса. Самсалардың барлығына бір жұмыртқаны жарып, соны бетіне жағып шығамыз. Барлық жеріне
жұмыртқаны жағып шығамыз. Енді күнжіт дәнін сеуіп шығамыз. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Бұл пісу процесі осылай ешқандай өзгеріссіз өзінің формасын сақтайтын самса болып шығады. Самса өте әдемі, жұмсақ, гүл самса дайын болды. Ең біріншіден өте пайдалы, тауық еті мен асқабақ бір-біріне өте үйлесімді болып шығады. Жегенде дәмі ерекше болып шығады. Диеталық гүл самса. Сіздер де істеп көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналымда қызықты, дәмді, ерекше тағамдарды таба аласыздар. Тіркеліп қойыңыздар.